Онлайн банк мобилді қосымшасында бірыңғай төлемді қалай төлеуге болады? Басты мәзірде құру түймесін таңдаңыз. Төлемдер бөлімінде жалақы қорынан бірыңғай төлемді таңдаңыз. ТМК енгізіңіз. Есептен шығару үшін шот таңдаңыз. Қызметкерді қосу түймесін басыңыз. Қызметкердің мәліметтерін толтырып, ЖСН-ді, аударымдардың кезеңі мен түрін көрсетіңіз. Аударымның түрін ТМК анықтамалығынан таңдаңыз. Қызметкердің салыққа дейінгі жалақысын көрсетіңіз. Төлем сомасы автоматты түрде есептеледі. Есептеу мәліметтерімен танысыңыз. Толығырақ түймесін басыңыз. Құру түймесін басыңыз. Олар бойынша төлем жүргізілетін қызметкерлерді белгілеңіз. Таңдау түймесін басыңыз. Енгізілген мәліметтердің дұрыстығын тексеріңіз. Қол қою түймесін басыңыз. Төлемді растаңыз. Дайын, төлемге қол қойылды және банкке жіберілді. Төлем мәртебесін тексеру үшін басты мәзірде операция функциясын таңдаңыз. Төлем ағымдағы мәртебеге сәйкес бөлімде болады.